Лионель Месси тарихтағы ең көп жүлдені жеңіп алған ойыншы атанды. Неймар Аль-Хилальға ауыспастан бұрын Еуропада қала беруді қалаған. Френки де Йонг Барсадан ешқайда кеткісі келмейтінін айтты. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Манчестер Ситидің сапына жаңадан ауысып келген қорғаушы Йошко Гвардиол өзінің ағылшындық командаға бейімделуі жайында айтып жеткізді. Мен клубтағы әрбір сәттерімнен ләззат алудамын, ешқандай да қысымды сезінбеудемін, және командадағы тамаша ойыншылар мен керемет әріптестерім менің айналамда. Алаңда барымды салып ұмтылғым келеді. Сондай-ақ менде әлемдегі ең үздік бапкерлердің бірінен біраз нәрсені үйрену мүмкіндігім бар, деп жеткізген екен хорватиялық футболшы. Айта кетсек, Ситилік клуб бұл ойыншыны осы жазда Лейпцигтен 90 миллион еуроға сатып алған еді. Америка лигасының кубоктық матчының финалы қарсаңында Интер Майами Нэшвилл клубынан басым түсіп, чемпион атанды. Кездесу тең есеппен аяқталып, ал пенальти сериясында Интер Майами жеңіске жетті. Бұл ойынның басты қаһарманы Лионель Месси атанды. Ол матчтың 23-ші минутында әдемі голды соғып есеп ашты. 57-ші минутта қарсылас команда таразы басын теңестірді. Ал шешуші пенальти сериясында Месси бастаған команда 10-9 есебімен жеңіске жетті. Аргентиналық жұлдызды шабуылшы жалпы өзінің барлық мансабы бойынша 44-ші жүлдесіне қол жеткізіп, осылайша ол тарихтағы ең көп жүлдені жеңіп алған футболшы атанып отыр. Челси командасының қорғаушылары Рис Джеймс және Трево Чалоба екеуі де жарақат алып қатардан біраз уақытқа шет қалды. Осы жөнінде The Athletic баспасы мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша аталған екі футболшыдан да диасты сіңірінің зақымдануы анықталған. Чалобаның емделіп қалпына келуіне 1 ай уақыт кетеді деп күтілуде. Ал Рис Джеймсқа келетін болса, оны жарақаты ауыр, және ол бір емес бірнеше ай уақытты өткізіп алуы ықтимал. Одан өзге Лондондық команданың сапында жарақат алған футболшылардың саны жетерлік. Оларды атасақ, қорғаушылар Уэсли Фофана және Бенуа Бадияшвили және шабуылшы Кристофер Нкунку. Испания чемпионатының екінші турлы ойыны қарсаңында Мадридтік Реал сырт алаңда Альмерия командасынан 1-3 есебімен басым түсті. Патшалық ұжымға Винисиустың голы және Джуд Беллингемнің соққан қос тобы жеңіс әкелді. Екі ойын қатарына жеңіске жеткен Реал 6 ұпаймен көш басындағы командалардың қатарына енді. Альмерияның қақпасына 2 голды соғып және 1 голдық пастың авторы атанған ағылшындық жартылай қорғаушы Беллингем осымен Реал сапындағы өзінің екінші ойыны қатарынан көзге түсіп отыр. Еске салсақ, алғашқы турда ол Атлетик Билбаоның қақпасына да гол соққан еді. Гол соққаныма қуаныштымын, бірақ әлі де жақсы ойнап пайда тигізуім маңызды. Ойыншы ретінде өткен маусыммен салыстырғанда 10 есе үздік бола түстім деп ойлаймын. Бұл жердегі деңгей өте жоғары, деп жеткізген екен Джуд Беллингем. Аргентиналық жартылай қорғаушы Леандро Паредес Рома командасының сапына ресми түрде ауысты. Италия ұжымының баспасөз қызметінде мәлімденгендей, тараптар арасындағы жасалған келісім 2025 жылға дейін негізделді. Мәліметтерге сүйенсек, трансфердің құны 4 миллион еуроны құраған. Осының алды бұл ойыншыға Сауд Арабиялық клубтары да қызыққан еді. Айтып өтерлігі 29 жасар жартылай қорғаушы римдік команданың сапында бұрында 2014 пен 2017 жылдары өнер көрсеткен. Өткен маусымда аргентиналық футболшы Ювентус сапында жалпы 39 кездесудің қатысушысы болған. Наполидің бұрынғы жаттықтырушысы Лучано Спалетти Италия ұлттық құрамасының су жаңа бас бапкері болып тағайындалды. Осы жөнінде Италия футбол федерациясының баспасөз қызметінде мәлімденді. Тараптар арасындағы жасалған келісім 2026 жылға дейін негізделген. Осылайша Спалетти Италия құрамасындағы бапкерлік қызметіне 1 қыркүйек күнінен бастап кірісетін болады. Айтып өтсек, Лучано Спалетти алдыңғы маусымда Наполи командасымен бірге Италияның А сериясында араға талай уақытта салып чемпион атанған болатын.
Нидерландиялық жартылай қорғаушы Френки де Йонг алдыңғы жылы Барселона оны неліктен сатып жіберуді қалағанына қатысты сөз қозғап өтті. Барсаның экономикалық тұрғыдағы жағдайы мәз емес, және олар мені сатулары арқылы біраз ақша алулары мүмкін еді. Бәлкім клуб мені сатып жіберіп, ақша тапқан дұрыс болады деп ойлаған болар, бірақ та мен кеткім келмейді. Мен үшін барлығы анық болатын. Мен кетуді қаламадым. Сіздің Барсада қалуыңызға қандай басты себеп болды? Мен әрқашанда Барселонада ойнауда қаладым. Алғашқы жылдары біз Ла Лиганы жеңе алмай, және Чемпиондар Лигасында ұзаққа дейін жете алмаған едік. Тек қана Испания кубогын жеңіп алдық. Барсада табысты болу үшін әлі көптеген нәрселерді жасау қажет. Өткен жазда команданың үздік бола түскенін көрдім. Жоғары деңгейлі ойыншылар келді. Сол себепті мен қалғым келді. Бұл менің арман клубым. Және мен бар өмірімді Барсада өткізуді қалаймын, деген екен голландиялық футболшы Спорт ес баспасына жеткізген интервьюінде. Френки де Йонг Барсаның сапында 2019 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Манчестер Сити Лейпциг командасының испаниялық жартылай қорғаушысы Дани Ольмоға қызығушылық танытуда. Осы жайында тілші Джанлука Ди Мартио хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес ағылшындық клуб футболшыны осы жазғы трансфері терезенің соңына дейін қатарларына қосып үлгеру жағын ойластыруда. Бұл испандық ойыншының ойындары Ситилік команданың жаттықтырушысы Хосе Гвардиолаға ұнауда. Лейпциг ұжымы болса, олар футболшыны тек өте қымбат көлемдегі сомаға ғана жіберуге келісулері мүмкін. 25 жастағы Ольмо Барселона академиясының түлегі болып табылады. Лейпциг сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келе жатқан жартылай қорғаушы өткен маусымда 31 ойынға қатысып, 5 голды соғып және 11 голдық пас жасап көзге түскен. Челсидің марокколық жартылай қорғаушысы Хаким Зиеш Галатасарайдан сапына ауысты. Түрік клубының баспасөз қызметінде жарияланғандай, олар футболшыны 1 жылдық мерзімге жалға алған. Медициналық тексеріс кезінде ойыншының тізесіне мәселесі бар екендігі анықталған. Айта кетсек, дәл осыған байланысты Зиеш Аль-Насырдың сапына ауыспай қалған болатын. Өткен маусымда АПЛ-да Челси сапында 18 матчқа қатысқан Хаким Зиеш 3 голдық пасты еншілеген. Барселонаның қақпашысы Марк-Андре Тер Штеген клубпен жаңа келісімшартқа отыру бойынша келісімге келген, деп хабарлайды Марка баспасы. Баспаның ақпараты бойынша жақын арада голкипер мен клуб арасында 2028 жылға дейінгі су жаңа келісімшартқа қол қойылмақ. Қақпашы 5 жылдық келісімшарттың алғашқы 2 жылында жалақысының төмен болуына келісімін берген. 31 жастағы немістік қақпашы Барсаның сапында 2014 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Каталондықтар оны Мюнхен-Гладбахтық Боруссиядан 12 миллион еуроға сатып алған еді. Содан бері 378 ойынға қатысқан Тер Штеген 368 голды жіберіп алған. Соның 158 ойынында ол ешқандай голды өткізбеген. Бразилиялық шабуылшы Неймар Сауд Арабиялық Аль-Хилальдың сапына ауыспастан бұрын Еуропада қала беруге тырысқан және көптеген нұсқаларды қарастырған. Осы жөнде The Independent баспасы мәлімдеуде. Баспан мәліметіне сүйенсек, футболшы Бавария, Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал және Челси осы атаған клубтардың біріне ауысуды қалап, өзін оларға ауысынып көргенде екен. Алайда дегенмен аталғандар арасынан Барсадан басқасының барлығы да ойыншыдан бас тартқан. Барселона клубы Неймарды өз саптарына қосып алуға тырысып көрген. Дегенмен қиын финансты жағдайларына байланысты мұны сәтті жүзеге асыру мүмкін болмаған. Осылайша Неймар мансабын Сауд Арабия чемпионатында жалғастыру шешімін қабылдады.